Бір ел бір кітап акциясы аясында ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай шығармалары ұсынылды. Сол себептен әдеби зерек танымдық сағатында мерейтой иесінің шығармашылығынан А-Ж-Қ дыбысынан басталатын өлеңдері ұсынылады. Балалар, кім көп білгісі келеді? А-Ж-Қ дыбысында басталатын Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері. А дыбысынан басталатын өлеңдері: Анама хат, Адамдық диқаншы, Ақын ініме, Атақты Сібір ұлы қарт Потанин, Аққу, Шортан һәм Шаян, Ат пен есек, Арыстан, киік һәм түлкі, Ағаш, Айна мен маймыл, Андарға келген індет, Ала қойлар, Ат, Алтын әтеш. Анама хат. Қарағым, дұғай көйім, қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақ тағалам. Ж дыбысынан басталатын өлеңдері: жазушының қанағаты, жиған терген, жауға түскен жан сөзі, жыртыма, жұбату, жауап хаттан, жазған сөз жаным ашып, жаралы бай, жүргіншілер мен иттер. Жұбату. Әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін, байқұт аңның құйрығын жіпке тағып берейін. Қазақтың бала жұбату өлеңі. Қ дыбысынан басталатын өлеңдері: қазақ салты, қазақ қалпы, Қа қаласына, қасқыр мен тырна, қарға мен түлкі, қошқар мен қозы, қартайған арыстан, қайырымды түлкі, қара бұлт, қасқыр мен мысық, қаптесер мен көртышқан, қара ешек пен қой, қайыршы мен қадыр, қаздар. Қазақ салты. Қаз еді қатар ұшып қаңқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған. Дегендер, мен жақсымын толып жатыр, жақсылық өз басынан артылмаған. Осымен зерек танымдық сағатымыз аяқталды. Келесіде Абай Құнанбайұлының өлеңдерін ұсынамыз.